тұрғышмын дегендей. Сосын васалу лаху тасбита, Алла тағаланың бекемдеуін сұраңдар дейді оған. Жаңағы аяттағы нәрсе керек қой бізге. Алла тағала бекемдейді иман келтіргендерді, бұл дүниеде де ақыретте де деп. Соны сұраңдар. Иннаху әл-әна юсал дейді. Пайғамбарымыз айтып отыр. Дәл қазір мына бауырларың сұралып жатыр дейді. Міне, біздің кез келгеніміз осы күнге бара жатырмыз да. Біз бір-бірімізге керекпіз да. Біздің бір-бірімізге деген көз жасымыз, адал достығымыз Алланың жолындағы ла илаха илlalлаға байланған бұл нәрселер өте керек. Өзіңіз ойлаңызшы, біреуді апарып жерлеп, қасында ешкім жоқ, жаңағы не бекемдеуді сұрап жатқанда, астағфирулланы сұрап жатқанда мысалы. Сондықтан бұл сондай үлкен сәтті. Инна лил қабри дағытын, сөзсіз қабыр дейді. Тағы бір сырын ашып жатыр. Қабір адамды қысады дейді. Міне, қабір адамды қысады. Түгел нәрсе барзақ әлемінде болып жатқан нәрсе да, қабір адамды қысады дейді. Мынандай бір оқиғаны көресіздер, таңғаласыздар да. Дуфина собийон, бір сәби баланы жерледік дейді біз. Бір сәби баланы жерледік дейді. Сахабалар айтып жатыр да. Фақала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, сол кезде Аллах тағаланың елшісі айтты дейді, жаңа сәбиді жерлегеннен кейін, лау афлата мин дамматил қабри ахадун ла афлата хаза сабию. Егер де қабірдің қысуынан аман қалатын бір адам бар болса еді, мына сәбиді қабір қыспас еді дейді. Мына сәбиді де қысты дейді қабір. Айтып тұрқ қой, өлімнен кейін басталады, құрметті бауырлар. Туысқан жоқ бізде. Біз тек қана Алла тағалаға ғана сүйеніп аман қала аламыз. Мінезің сенің сол үшін керек бүгін өзгеруге. Тілің сенің бүгін сол үшін жөнделу керек. Өйткені біз туысқандар көмектесе алмайтын жаққа бара жатырмыз. Ақша көмектесе алмайтын жаққа бара жатырмыз біз. Еш нәрсе көмектесе алмайды. Белгісіз кімнің шапағаты тиеді бізге. Қараңыз. Сондықтан әркімнің осы уайымы өте маңызды. Өліммен байланысты уайымы өте маңызды да.